Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ötken dersimizde orazanın türlerin qarastırып өттік Алланың қалауымен. Бүгінгі дәрісімізде хилал мәселесі, Рамазанның хилалін күту, қарау. Бұл мәселе өте маңызды. Өткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде бұйырғанындай, хилал көрінген кезде, яғни жаңа ай көрінген кезде ораза ұстандар, жаңа ай көрінген кезде онда ауыздарында ашындар, яғни айт қылындар. Мысалы, Рамазанның хилалін жаңа айын көрсетіп, ораза ұстау парыз болады. Сосын Шәуәл айының хилалін көрдік, онда ораза ұстамау бізге парыз болады. Ораза ұстамау өткені айт күні ораза ұстауға болмайды, мысалы. Сол үшін бұл тақырыпта маңызды тақырыптарын біреу десек болады, иншалла. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان. Адамдар үшін парыз, яғни уәжіп. Шабан айының 29-ы хилалды қарау. Яғни хилалды былай айтқанда анду. Қарау. Қашан хилал шығады? Хижри айлар я 29-мен бітеді, не болмаса 30-бен бітеді. Егер Шабанның 29-ы біткен кезде хилал көрінетін болса, онда келесі күн Рамазан айы есептеледі. Ал егер сол күні хилал көрінбесе, онда Шабанды 30-ға толтырып, одан кейінгі күні Рамазан айына кірген боламыз. Сосын, фаин раауһу саму. Егер мұсылмандар хилалды көрген болса, онда ораза ұстайды. Яғни 29-шы Шабан күні хилалды көрген болсақ, онда не істейміз? Бүкіл мұсылмандар келесі күні ораза ұстау парыз болады. Сол күні тарауих намазын оқиды, сол түні мысалға. Бірінші тарауих намаздарын оқиды. Ва ин гумма алейхим. Ал егер айталық Шабан айының 29-ы бұлт бар. Хилал көрінбейді. Бұлт бар. 29-ы қарауымыз керек, бірақ қарадық, көре алмаймыз хилалды, бұлттың. Ана жағында хилал көрінбейді. Ол кезде акмалу иддаты Шабан 30 йоман. Шабанның күндерін 30-ға толтырамыз. Сосын барып, сүмма саму, келесі күні ораза ұстаймыз. Зан осылай. Я 29-ы, я 30-ы. 29-ы көрмесек, Шабанды 30-ға толтырып, келесі күні бірден ораза ұстап кетеміз. Егер 29-ы көрген болсақ, онда келесі күні бірден ораза ұстаймыз. 30-ға толтырмаймыз. Енді وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ. Жалпы, мына жерде тағы да бір ескерту. Егер бұлт болмаған күнде дала ашық, аспан ашық. Хилалды бір кісі, екі кісі, үш кісі көрсе қабыл етілмейді екен. Неге? Өткені ап-ашық. Сендер қалай көрдіңдер, басқалары көрген жоқ. Мысалы, басқа мұсылман елдеріне хабар келген жоқ бізге. Деп, оны не істейді? Қады негізінде қабыл етпей қояды. Өткені ашық күндерде, бұлытсыз күндерде хилалдың көрінуіне қатысты үлкен бір жамағат шахадаттық қылу керек, яғни куәгерлік қылу керек. Сол кезде ғана қабыл етіледі екен. Мысалы, сондай бір жағдайлардың біреуінде бір кісі сотқа келеді, яғни имамға келеді, басшыға келеді. Мен бүгін хилалды көрдім, жалғыз. Сен жалғыз көрдің бе? Басқаларының хабары жоқ. Онда қады не істейді? Оның жаңағы куәгерлігін қабыл етпейді. Жоқ. Мен сенен себеп мен қабыл ете алмаймын. Өйткені қателесу мүмкін, бір адам ғой. Сол үшін оны қабыл етпейді. Бірақ бұл жерде имам оны қабыл етпеді деп, жаңағы кісі бәрібір де ораза ұстауға парыз болады екен. Ол көрген кісіге парыз болады да, бірақ бізге қатысты емес.
Осындай бір үкімдер бар шариғатта. Мысалы, бір кісі хилалды көрді, имамға барды, мен көрдім, бірақ дала ашық. Қабыл етпейді. Өткен бір кісі, үлкен жамағат көру керек. Қабыл етпейді. Бірақ енді имам менің немді қабыл етпеді деп, мен істемеймін, жай жүре алмаймын. Маған ораза ұстау парыз болады екен. Жалғыз кісі ораза ұстайды екен сол күні. Сосын, ал енді қараңыздар, жаңа аспанда бұлт болмаса дедік. Енді аспанда бұлт болса, шам болса, тұман болса, хилал көрінбейді. Қиын көріну. Ол кезде қабилал имам шахадатал вахидил адл. Бір әділ, дұрыс кісі кеп, мен хилалды, жаңа айды көрдім деп айтып келетін болса, онда қабыл етіледі екен. Бір кісі. Бірақ қай уақытта, бұны ескертіп қойайық, аспан бұлтты болған кезде бір кісі куәгерлік қылса, онда қабыл етіледі деп айтамыз. Фи ру'ятил хилал, яғни хилалды көру мәселесінде бір кісі, тақуа бір кісі, әділ бір кісі келсе, имам оны қабыл етеді. Сөзін ражулан кана ау имраатан, яғни қаласа ол еркек болсын, қаласа әйел болсын, хурран кана ау абдан, қаласа хур, еркін, басы бос, яғни құл болмаған кісі болсын, немесе құл болсын, айырмашылық жоқ. Мысалға, имамы бір құл келді. Мен хилал көрдім, бірақ аспан бұлт. Имам қарайды, құл есін шақырып іздестіреді. Құл қандай? Жақсы кісі екен, дұрыс кісі екен, тақуа кісі екен, әділ кісі екен. Болды. Оны құл деп шеттей салмайды. Оның куәгерлігін қабыл етеді. Қашан? Тағы ескертіп айтайын, егер аспанда бұлт болатын болса. Егер бұлт болмайтын болса, онда бір кісі, екі кісі, үш кісі қабыл етілмейді. Үлкен бір жамағаттың көруі шарт болады ол кезде. Айтқанда, егер аспанда ешқандай бір бөгет, кедергі болмаса, бұлт сияқты, ешқандай кедергі болмаса, ләм туқба аш-шахадату. Куәгерлік қабыл етілмейді, хатта яраху джамъун касирун. Үлкен бір жамағат оны көргенше дейін. Яқаул илм би хабарихим. Олардың хабарымен белгілі бір ілім, яғни сенімділік пайда болады. Енді бұл жерде жамағат деп айтып жатыр, қанша болу керек? 10 адам ба, 20 адам ба, 30 ба, 40 ба, ол жерде нақты айтылмайды кітаптарымызда. Бұл мәселе имамға тасталынады. Яғни имамның ойына, көзқарасына тасталынады. Яғни имамға мысалға 10 кісі кеп хабар берді. Біз хилал көрдік. Аспан ашық. Имам қарайды, 10 адам, бұл 10 адам, мысалы біреуі Көкшетау қаласынан кеп тұр, біреуі Алматыдан кеп тұр, біреуі Атыраудан кеп тұр, әр жақтан кеп тұр да. Бұл 10 адам бір уақытта келісіп алып, бұл жерге келу мүмкін емес. Онда қабыл етейін дейді. Ал мысалға басқа бір жағдайда айталық 10 кісі кеп тұр, дәл 10 кісі. Бірақ имам қарайды, енді имамның ойына қалады ғой, өзінің несіне, зерттеуіне тасталынады. Қарайды, имам бұлардың 10 кісі де бір ауылдан. Бір күмән туындап қалып, 10 кісі бір ауылдан, және де жастары бір. Бұлар келісіп алу мүмкін деген сияқты ой туындау мүмкін, қабыл етпеуі де мүмкін. Яғни бұл жерде әртүрлі жағдайларға қарай үкім өзгеру мүмкін. Яғни ең соңында имамға тасталынады, имамның иштихадына тасталынады. Имам қабыл етіп етпеуіне қатысты. Әлхамдулилля, бұл да өте маңызды мәселелердің біреуі. Және де ең соңында бұл жерде имам Қудури оразаның уақытын айтып өтіпті. О уақыту саум, яғни ораза ұстаудың уақыты, мен хине тулу'л фаджри сәни, екінші фаджрдың туынан шығуынан басталады. Яғни фаджр сәни, фаджр садық. Екі фаджр бар. Біреу фаджр кәзиб бар, екінші фаджр садық бар. Фаджр кәзиб, яғни бүйтіп ұзыннан шығады. Бір жарық, нұр, фәжір. Ол кәзиб, ол әлі көрінген кезде әлі таң намазының уақыты кірген жоқ. Яғни, егер адам құптан намазын оқымаған болса, құптан намазын оқи алады деген сөз. Тахаджуд намазына тұрған болса, тахаджуд намазын ниет етіп оқи алады деген сөз. Ораза сәресін жауып жатқан болса, сәресін жалғастыра алады деген сөз. Ал фаджр садық, екінші фаджр дейді оны, немесе ол еннен шығады бүйтіп.
ол фәжір кәзиптен кейін біраз уақыт 10-15 минуттан кейін шамамен шығуы мүмкін енінен. Яғни енінен ақ шықты ма күн шығатын жақтан, яғни ол фәжір садық, ол кезде таң намаз уақыты кірді, артық ол уақыттан бастап ораза ұстау парыз болады. Ішіп жеуге болмайды. Сосын иля ғуруби шамс, күн батқанша дейін. Осы екі уақыт аралығында фәжір садықтың туы мен күннің батуының арасында ораза ұстау парыз болады екен, иншалла. Бұл жерде тоқталайық. Құдай қаласа, келесі дәрісімізде оразаны бұзбайтын мәселелерге тоқталамыз. Жалпы бұл жерде біз мәселелерді төртке бөлсек болады. Яғни оразаны бұзбайтын мәселелер бар. Сосын оразаны бұзатын кәффаратты керектіретін мәселелер бар. Сосын оразаны бұзып, үшінші ол. Кәффаратты керектірмейді, бірақ қазаны керектіреді. Төртінші макрух болған нәрселер бар. Бұл төрт нәрсені әр мұсылман жақсы білу керек. Яғни ораза ұстаймын деген адам қай нәрсе оразаны бұзбайды. Қай нәрсе оразаны бұзып кәффаратты керектіреді, қай нәрсені оразаны бұзып тек қана қазаны керектіреді, және қай нәрсе ораза ұстаған адамға макрух болады. Бұны да жақсы білуіміз керек. Иншалла бұл мәселелерді келесі дәрістерімізде қарастырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.